былтыр Шәріп маған айтты, менің сіңірлерім ауырады деді. Өйткені чемпиондық, қайта штанганың әлем чемпиондығында рекорд қою ауырады деді. Сосын мен түрімді суық қылып, Майраға қадалып қарап айттым. На Шәкеңе дедім, дереу тоқалып бір керек дедім. Қаны жүріп, жүгіріп, бойына, бетіне қызыл жүрсін деп. Шәкең енді риза болып күліп жіберді. Ал Майра бетіме қарады да айтты, әлі өзімді жараймын деді. Осыған не айтайын? Майрадай бағы бар Шәкеңе өмір бәрі осылай жарап тұрсын. Не тілесе алдынан шықсын. Балалары тек қана қызық қуаныш көрсеткей. Бүгінгідей сюрприз көбейгей. Шәріп егізім 55-ке келіп жатыр бүгін. Осындай күліп ойнап, осы жердегі отырған әдемі жақсы азаматтар 100 жасында да осындай күліп секіре берейік. Постараемся. Тұлпарлар алға шапсын, оған ғашық әйелдер әрқашан жарай берсін. Айтқан кез. Ой, бәрекелді аға, бір қазір кішкене тұра тұрасыз, сенгіптері болайын. Тамаша тілегіңізге рахмет, қандай тілек, қандай сөзді, қазіргі қоғамымызды ұлттарын айттың, барша жастық тілеймін, ауырмаңыз, сырқамаңыз, тау-қыран Алатаудан асып кетсін, Қаратаудан қашып кетсін, сіздерден жеткен әйелдердің барлығын трактор басып кетсін. Рахмет, қош келдіңіз.